автокөліктердің түтіндерін азайту үшін біздің мектептегі балалар сияқты велосипедтермен жүру керек. Ол сонымен қатар денсаулықты жақсартады. Жадыра, білесің бе, қазіргі таңда қоқысты сұрыптап лақтыру керек. Себебі қоқысты қайта өңдеп шығаруға болады. Мен түсіндім. Мағжан, сен білесің бе, осы бутылкаларды қайта қолдануға болады? Жоқ, білген жоқ. Енді білетін боламын. Біз осы пластикалық қақпақтарды Экобум бағдарламасына тапсырайын деп жатырмыз. Сәлем, Мұса. Сәлем. Адамдар неге ағаш отырғызуы керек деп ойлайсың? Ауаларды тазартады және бізге өтегін береді, және ол табиғатта демелейді. Сәлем, сенің ойынша мектепте қалада экологияны жақсарту үшін не істеуге болады? Сәлем, менің ойымша, егер қалада экобактарды қойса, яғни жеке-жеке пластик, қағаз және шыныны сұраптау арқылы қаланың экологиясы жақсарады. Сәлем. Сәлем. Сенің ойынша біздің мектепте табиғатты қорғау үшін қандай қарапайым іс-шаралар жасауға болады? Екі қоқыс жәшігін пайдалану керек. Бірінші қағаздарға, екіншісі пластиктерге. Және кабинеттерде электр тоғын сөндіру керек, и арттарынан қоқысты жинау керек. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бүгінде ең кезекті экологиялық мәселе қандай деп ойлайсыз? Менің ойымша, қазіргі таңдағы экологиялық мәселелер ол климаттың өзгеруі, ауаның ластануы, судың азаюы, қалдықтардың қалуы деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Табиғатты қорғауда әр адамның атқара алатын кішігірім іс-әрекеті қандай деп ойлайсыз? Менің ойымша, әр адам өзінің артынан жинап жүру керек, қоқыстамау керек, және табиғатты ластамау керек, көлдерді ластамау керек, өзінің суды үнемдеу керек, және жарықты, энергияны үнемдеу керек. Жансая, сәлем. Қоршаған ортаңыз қорғау үшін сен үшін неліктен маңызды? Адамдар үшін денсаулығы маңызды, пайдалы болу үшін және ауаның тазаруы үшін. Рахмет. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Әрбір гүл, әрбір ағаш, әрбір жан-жануар адамзат өмірінің ажырамас бөлігі. Егер біз табиғатты аялауды мектептен бастасақ, болашақ ұрпаққа таза ауа, мөлдір су және жасыл орман қалдырамыз. Табиғатты қорғау парыз ғана емес, ол біздің жүрегіміздегі сүйіспеншілік пен жауапкершіліктің белгісі. Бүгінгі ісіміз ертеңгі тынысымыз. Келешек үшін бірге әрекет жасайық.